8 жасар қыздың бір ауыз сөзі өмірімді түбегейлі өзгертіп жіберді. Оқиға. Ағайынның көптігі, туыстардың татулығы басыңа іс түскенде білінеді екен. Өкінішке қарай, біздің туысымыз аз болды. Мамамыз балалар үйінде тәрбиеленіп өскен екен. Нағашыларымызды сол күйі көрмей кеттік. Ал әкемнің жалғыз қарындасы бар. Әйтеуір сол кісі ата-анамыз көмірден уланып, иіс тиіп қайтыс болғанда бізге қолынан келген қамқорлығын көрсетті. Көрші ауылда тұратын әкемнің қарындасы бізді өзімен бірге әкетпек болған. Оған мінезі шатақ жездеміз көнбей, әке-шешемнің қырқында шу шығарды. Шиеттей бала-шағаймен өзіміз қысылып әрең отырмыз, деп қырғын әңгіме айтқан соң, біз ешқайда бармаймыз деп кесіп айттым. Бар жауапкершілік менің мойныма жүктелді. Обалы не керек, әпкем жездемізді көндіріп, апта сайын келіп керек-жарағымызды әкеп беретін. Менің жалғыздығым, өзімнің де бала екендігім, кішкентай інім ауырып қалған сәтте байқалатын. Көрші, ағайын жеңгемнен көмек сұраймын, ол да қарасқандай болады. Бірақ өз анаңдай қайдан болсын? Түн ішінде ыстығы шығып, сандырақтағанда өзімді қоярға жер таба алмай қосыла жалушы едім. Осылай жүре берсем, інімнен айырылып қалам ба, деген оймен кейде үшеуін балалар үйіне өткізіп жіберуді де ойлайтынмын. Ондай кезде әке-шешем түсіме кіріп, басымнан бір сипап кететін. Әке-шешемнен бірде айырылып, үш бауырымда қалай асырап бағам деп басым қатып жүргенде, қайдағы бір қылмыскердің басынып, арымды таптағаны жаныма маза бермеді. Үшеуін жетектеп, үлкен трассаға көліктің астына түсіп өле салған дұрыс-ау деп ойладым. Ақымақпын ғой, басыма осы ой келді. Содан үшеуін киіндіріп, қырдағы үлкен трассаға қарай жаяулатып шықтым. Әпке, қайда барамыз, дейді екі сіңілім. Әпкемнің үйі шақырды, қонаққа барамыз деп алдап қоям, бірақ көзімнен жас тоқтамай ағып жатыр. Сол қыздың әңгімесінен кейін мен ойымнан бас тартып үйіме қайттым. Жол бойы Құдайдан бауырларымның аман сау болғанына шүкіршілік етіп кешірім сұрадым. Көзімнен еріксіз жас парлады. Таксиге отырып, әлде қашан ауылда ұзап кеткен кішкентай қыздың ой салғанына, сөздеріне алғыс айттым. Пендеміз ғой, кейде шаршап, шүкіршілікті ұмытып, саудадан жолым болмай қалады. Сондайда ауылдың аялдамасында жолыққан сол бір қыз есіме түседі. Қайтты екен, емделіп кетті ме екен деген сұрақ мазалайды. Өмірге құштар қыз еді. Тірі жүрсе аман болсын деп тілеп қоямын.